Сәлем достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі тез дайындалатын кекстің рецептімен бөлісемін. Ең бірінші ыдысымызға жұмыртқаны салып, оның үстінен қантты салып, миксермен жақсылап қантымыз ерігенше миксерлейтін боламыз. Оның үстіне сүт, сұйық майды қосып, және бір рет миксерлеп жібереміз. Оның үстіне 1 шай қасық қопсытқышты салып, қою масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Біздің қамырымыз дайын болды, осындай қою болу керек. Пешімізді қыздырып, противеннің үстіне кекстің ыдыстарын қойып шығамыз. Ыдыстарымызға қамырды бетіне дейін толтырмаймыз, тек қана жартысына дейін құямыз, себебі ол көтеріледі. Арасына өздеріңіздің қалауыңыз бойынша жаңғақ, варенька, шоколад қосып пісірулеріңізге болады. Енді жақсылап қыздырылған пешімізде 180 градуста 20-25 минутта пісіретін боламыз. Біздің кекстеріміз пісті, өте жылдам піседі, жұп-жұмсақ әрі дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер.